Менің бір Алмас деген бауырым бар, осында отыр. Сол Қарақалпақстаннан көшіп келген көп бауырларымызды жұмысқа алып, Таразда пияз егеді білесіздер. Соған енді қарындастар бар, апайлар бар, соларға енді ақша төлеп жұмсайды ғой енді. Сөйтіп жұмсаса, Құдай-ау, бір қыз дейді. Елден 10 қадам алға түсіп, жаңа жүйектің шөбін жұлып баратыр дейді. Қалған қыздың бәрі қатар жұлып баратыр дейді, шамалас. Бір қыз жұлғанда да енді 10 қадам алға кетіп қалады. Бері қарай қайтқанда 20 қадам озып кетті. Сонымен жаңағы менің бауырым қызығады. Апырай, әке-шешеме бір пысық келін әперсем деп жүрем. Шөбі жұлғыш екен, осы келін пысық болады-ау. Осыны әперсем қайтеді деп жаңағы сөз салып, не керек, қызды алады ғой. Сонымен екеуміз бірге кәсіп жасадық, тіршілік істедік. Келіннің бағы жанбады. Келін үйде, бала. Сөйтіп жүргенде Алматыға көшіріп әкелдім. Келіннің бағы Алматыға келіп жанса бола ма? Осы жерде бір орталық бар, шығыс медицинасын елге ұсынатын. Сол орталыққа келіп, жаңағы көрсе, келіннің қолының икемділігін көріп, жаңағы Пекиннен келген Қытай бар, іштегі мастерлер бар. Маған саусақ ерекше ғой, бір массажға көрмейсің ба дейді келінге. Сонымен келін бісміллә деп массажды үйренеді. 3 күннен кейін 3 жыл жасап жүргендерден озып кетеді ғой. Сөйтсе, біз қазақ баланың қолынан келетін кәсібін дәл тауып бере алмайды екенбіз ғой. Жаңағы келінді егер біз көреген қазақ болсақ, шөп жұлғанына қарап бірден массаж қалып келіміз керек еді ғой. Қазір сол келін жауды жапырған баяғының батырлары сияқты, ел 5 адамға жасағанда 15 адамға массаж жасап, артынан бір стақан кофесін ішіп сыртқа шығып кетіп, қазір сол Алмасыным Алматыдан келін екеуі міне еңбек пен ынтымақтың арқасында 2 қабат үй салып, бай бақуат өмір сүріп жатыр. Алла берекесін берсін. Біз кәсіпке баулығанда да әлі баламызды болашаққа елестеткенде қолында портфель, әкімшілікте үлкен коридорда кетіп бараққан елестетеміз ғой. Үйге бір сантехник кеп, соған 30 мың теңге жаңағы Сашаға, Игорға санап беріп атқан кезде өміріміз, баламыз оның орнында елестете алмаймыз ғой. Бірақ 30 мың теңгемізді қиналас, 50 мың теңгемізді санап береміз, бірақ оның орнында есептете алмаймыз да. Баяғыда бір таксист айтқан екен, мен бетке айтам, мен сұмдық бір өз еркін болған жақсы көрем, ешкімге бағынбаймын, бір еркіндікті жақсы көрем. Мен бір бастықтың үйт, бүйт, сөйт дегенмен жүре алмаймын. Жаратылысым сондай депті. Қасындағы клиентін айтып береді. Сөйтіп, енді сөзін аяқтай бергенде клиент айтыпты. Көке, оңға бұрыласың да солға жүріп, анау қақпағайдың алдында тоқтайсың деп. Болды деп айтады дейді жаңағы. Көкірегіміз талай жерде, көңіліміз талай жерде. Балпаң кім баспас, басуға балтыр шыдамас дейді қазақ. Сондықтан бауырлар, балаларымызға кәсіп таңдағанда да, жар таңдағанда да, осы ұлы бабаларымыздың қарапайым қағидаларын қолдансақ, алысқа кетер едік қой. Кешегі бабаларымыз баласының сабағы мен дневнигіне қарап емес, түнде ұйықтап жатқанда жатысына қарап, болашақта қандай мамандықтың иесі болатынын біліп қояды екен ғой.